Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сметаник пирогын дайындадым. Сіздермен де бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге керек заттардың барлығын төменге қалдыратын боламын. Алдымен ұнымызға қопсықшымызды саламыз. Одан кейін қантымды салдым. Одан кейін үй температурасында тұрған сары майымды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, осындай крошка жасап алатын боламыз. Бізде дәл осындай крошка дайын болды. Одан кейін бір жұмыртқамды салып, қолымызбен жұмсақ етіп, қамыр илеп алатын боламыз. Одан кейін осы қамырымызды ішіндегі начинкасы дайын болғанға дейін холодильникке сақтап 5-10 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Қамырымыз дәл осындай болып шықты, өте жұмсақ, ерекше болып шығады. Одан кейін ішіндегі начинкасына 500 граммдай қаймақ салдым. Одан кейін 4 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен жай ғана араласса болды. Дәл осылай араластырып шығатын боламыз. Қантымды қостым. Одан кейін дәл осылай араластырып шықтым. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай табамыздың бетіне холодильниктен қамырымды алып, жақсылап қолдың көмегімен жайып шықтым. Шетіне, барлық жеріне жеткізіп жасадым. Қамырым өте жұмсақ болып шықты. Қамырды өте жұмсақ етіп илесеңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Осылайынан барлығын шет-шетіне жеткізіп, барлығын осылай бір келке етіп, қолымның көмегімен төсеп шықтым. Одан кейін начинкасын салып 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алдым. Осымен біздің сметаник пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ. Әдеттегідей біз суығаны күтпейміз. Негізі кішкене салқындатып, біраз 1-2 сағаттан кейін кессеңіздер, өте жақсы болып кесіледі. Өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.